Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен ғаламтор желісінде аты шулы қайнатылған шұжық дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қалай шығатынын бөлісетін боламын. Менің қазақша контентті арнамның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бүтін тауығымызды қазанымызға салып, сәбіз, пияз, қара бұрыш, лавр жапырағы, суымызды құйып, тұзымызды татымына қарай салатын боламыз. Ең алдымен үлкен отта бірінші қайнатамыз. Көбігі шыққаннан кейін көбігін алып, орташа отқа басып, 1 сағатта пісіріп аламыз. Тауығымыз пісіп дайын болды. Енді тауығымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Тауығымыз суып тұру керек. Осы тауығымыздың сорпасынан бөлек ыдысқа 300 мл сорпа құйып аламыз. Тауық еті суығанша шикі қызылшадан сок сығып алуымыз керек. Мен қызылшаны турап, блендерден өткізіп, марлыға салып, сығып алдым. Сіздерде блендер жоқ болса, теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Тауықтың терісін сыпырып аламыз. Одан кейін тауығымызды бөлек ыдысқа сүйегінен ажыратып, етін бөлек алып аламыз. Енді шұжығымызды салатын бөтелкемізді дайындап аламыз. Енді жаңағы бөлек алып қойған сорпамызға желатин немесе мен сияқты агар-агар қоссаңыздар да болады. Мен 300 мл сорпаға 7 грамм агар-агар қосып, араластырып отырып 4 минут қайнатып алдым. Немесе желатин қоссаңыздар да болады. Мөлшерін описание бөліміне тастап кетемін. Енді тауық етінің үстіне 3 ас қасық қызылшаның суын құямын. Енді сіздер өздерінің түсіне қарайсыздар. Артық 1 қасық, 2 қасық қоссаңыздар да болады. Қара бұрыш, паприка, төрт бас сарымсақ қостым. Енді жаңағы қайнатып алған желатинімізді немесе агар-агарымызды қосып, осы салмасының барлығын блендермен бір келкі болғанша езіп шығамыз. Осы кезде дәмін тағы да бір көріңіздер. Егер тұзы жетіспесе, тағы да тұз салсаңыздар болады. Міне осындай болып шығады шұжығымыз. Дайын болған шұжығымызды жаңағы кесіп алған бөтелкемізге салып, бір түнге холодильникке салып қоямыз.
шұжығымыз дайын болды. Әрине дүкендегідей болмайды, дәмі де басқаша, кескен кезде кішкене үгілуі де мүмкін. Бірақ дүкендегі шұжық балаға зиян десеңіздер, дүкеннен мүлдем алмайтын болсаңыздар, осы шұжықты жасап көріңіздер. Өте нәзік, табиғи, зиянды қоспалары жоқ ішінде. Нанға жағып жесеңіздер де болады, бутерброд қылып жасап жесеңіздер де, жұмыртқамен қуырып жесеңіздер де болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.